Сәлем достар, сендермен бірге мен Ару Каникс. Достар, бүгін 9 мамыр жеңіс күні. Мен сіздердің барлықтарыңызды жеңіс күнімен құттықтаймын. Және бүгін менің інімнің туған күні. Достар, біз бөлмені безендіріп қойдық, дастархан жайып қойдық және қазір тағы да керек нәрселерді қоямыз, әлі салаттар жасаймыз. Қазір біз почтаға шығайын деп жатырмыз. Және біз оған өзіміздің сыйлығын сыйлап қойдық. Қазір аны көрсетемін. Інім қатты қуанды. Себебі ол үй жануарын қалайтын. Оған күшік сыйладық. Ол қатты қуанды. Және қазір біз почтаға барамыз. Содан соң ол өзіне тағы да сыйлық алады. Мен сіздерге сыйлық жасайын деп шештім. Және ол сыйлықтан мен сіздердің көптен күткен, көптен сұраған анамды көрсетемін. Сәлем. Мен Аружанның анасы боламын. Есімім Элеонора. Қалай ұқсайды ма екенбіз? Мен Аружан, жаным менің. Сәлем! Бүгін менің інімнің Ботақанның туған күні, ал менің анам. Әкем қазір көлікте отыр. Қазір біз почтаға бара жатырмыз. Отты болсын саған зор денсаулық, ашық аспан, мол байлық тілеймін. Және де өмірің ұзақ болсын, бақытты болсын. Рахмет. Батыржан туған күні құтты болсын. Саған ең бастысы зор денсаулық тілеймін, бақытты бол. Өзіме қандай жақсылықтар тілесем, саған сол жақсылықтар. Батыржан туған күні құтты болсын. Аспаның ашық болсын, жолың ашық болсын. Сәттілік, серік болсын. Мен орталық алаңда өзімнің тіркелушілерімді жолықтырып қалдым. Сәлем. Біз қазір соғыстағы батырларымызға тағзым етіп келдік. Мына жақта ескерткіштеріне келдік олардың. Өзіме тортқа заказ бергенбіз. Сол торт бүгін аламыз қазір. Здравствуйте, девушка. Айсо. Что это?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Достар, інім футболды жақсы көргендіктен, інім футболды қатты жақсы көреді, сондықтан біз оған Неймардың суретін шығардық. Және мынадай тілектер жаздық. Сонымен қатар өзінің аты мен 9 жас деп жазып қойдық. Достар, сіздерге көп рахмет. Мен инстаграмға пост опубликовать еттім. Ол жақта мен өзім мен інімді опубликовать еттім, және тортты опубликовать еттім. Сол жақта мен інімнің туған күні деп жаздым. Ал сіздер оның астына көптеген тілектер жаздыңыздар. Сіздерге көп рахмет, достар. Барлықтарыңызға алғысым шексіз, достар. Жалпы бұл да мен үшін үлкен қуаныш. Інімді туған күнімен құттықтап жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Менің інім де қуанып жатыр. Сіздердің комментарийларыңызды көріп, ол да қуанып жатыр. Оның да көңіл күйі көтеріліп қалды. Сіздер ең керемет тіркелушісіздер. Және мен сіздерді өте қатты жақсы көремін, достар. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. өзіңе театр ауызға бір көрсең болады. Ана тумай кетті. Жоқ, қараңғыға тұрып не қылып көрсең болады. Сені құттықтап жатыр. Бәріміз сол сенің өмір жасыңыз ақ болсын. Бізді күлдіріп ойнап, үлкен жігіт болып, осы Қазақстанның үлкен азаматы болуыңа тілектеспіз. Аружан әпкең тәрбиесін беріп жатыр саған. Денсаулығың мықты болсын, достарың көп болсын. Әмірхан мен Жалғызға рахмет, мені келіп сені құттықтап жатқан. Оқуда әрқашан осындай озат бол, әрқашан осындай есің көп болсын. Классыңда бәрі сені жақсы көреді, сыйлайды. Осы бетінен таймай енді. Батыржан, інім, туған күнің құтты болсын. Осылай ешқашан ауырмай, өмір жасыңыз ақ болсын. Сабағыңды беске оқы. Достарының арасында сыйлы бол. Достарымен тату бол. Жалпы осындай бейбіт, біздің тәуелсіз еліміздің мықты азаматының бірі бол. Ой, молодец. Теңдер ақ. Ал Батыржан туған. Енді сен туған күнімен жақсы бола өз, атаныңды тыңда, беске оқы, осы Қазақстанның батыры бол. Батыржан, туған күнің құтты болсын. Қазақстан үлкен бір азаматы бол. Сабағын жақсы оқы, атаның мақтанышы бол. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ooh. Happy birthday to you. Туған күнің менен, туған күнің менен, Батыржан, туған күнің менен, Батыржан. туған күнің менен. Ой, мына мықты.
Неймардың басы. Неймардың басы керек па? Неймардың басы бакош деймін деген. Жарайды, басын содан кейін кесейік онда. Мынаны кесіңші. Қазір біраздан кейін Неймардың басын жейді. Ұлдар далаға шығып бара жатыр, олар футбол ойнайды. Біз қазір коктейль жасаймыз. Ой, жаным сол. Аппағым, менің аппағым. Мынау біздің күшік. Бұны біз отбасымызбен ініме сыйлыққа бердік. Достар, біз ініме отбасымызбен бірге күшікпен қоса тағы да мынандай наушниктер сыйладық. Беспроводной наушник дейді ғой. Осындай беспроводной наушник сыйладық. Міне мынадай. Және сонымен қатар мынадай планшет. Және міне мынадай планшет сыйладық. Міне осындай заттар, оған барлық жалпы ұнады. Сонымен қатар площадьтан да көп нәрсе алдым. Және күшік бар, оған бүгінгі туған күні ұнап жатыр. Және площадьтан да ол көп нәрселер алды. Достар, мен қазір ғана өзімнің балмұздағымды жеп болдым. Ал менің інім әлі жеп жатыр. Міне менің жанымда отыр менің інім. Бізде сағат қазір 10:30 болды. Енді біз қазір сабақ оқимыз. Иә, сабақ оқимыз. Себебі ертең сабақ және ертең сабаққа баруға тура келеді. Сондықтан достар, бұл туған күн керемет өтті, иә? Бұл туған күніме қатты ұнаған сияқты, иә? Біз туған күнді жалпы жақсы қарсы алдық, жақсы өткіздік. Ініме көп сыйлықтар берілді, иә? Және біз қазір осы сабақтарды оқып бітеміз, содан соң ұйықтаймыз. Ал осымен менің видеом тәмамдалды, достар. Егер сіздерге осы видео, осы туған күн ұнаса лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің алдыңғы видеомды көріңіздер. Ал ендеше достар, сау болыңыздар.